Мен сіздерге қазір Қара жорға әнінің жеңілдетілген түрін үйретейін. Осыған дейінгі бастаған сол 4-ші нүктеден бастаймыз, я? 4-ші нүктеден 2 саусақтан. Бірінші орындап берейін. Қара жорға болмаса, бидің сәні келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келер ме? Алқан екей жолдастар, біреуің шын тойбастар. Той дегенде дейдеген, домалайды қубастар. Қара жорға, жорға, жорға. Жеңілдетілген түрі домбыраны енді бастап жатқан кісілерге арналған. 4-ші нүктеден 2 саусақты ұстаймыз. 2 қағыс жасаймыз. 1, 2. 3-ші нүктеге 1 саусаққа. 1, 2. Қайтадан 4-ші нүктеге. 1, 2. Бас бармақ. Қара жорға болмаса. Келесі жолы 3-ші нүктеден 1 саусаққа. Мен сіздерге көрінсін деп саусақтардың арасын былай көтеріп ашып қойып жатырмын. Бірақ сіздер саусақты мен құсап осылайдан шашып қоймаңыздар. Саусақтар үнемі жиналып тұрады. Өйткені шашылып қалып жатса, саусақтың күші кетіп қалады, қолдарыңыз шаршап қалатын болады. Әрі қарай 3-ші нүктеден 1 саусаққа. 1, 2, 3. 4-ші нүктеге 2 саусаққа жоғары. Әрі қарай қайтадан 1 саусаққа келеміз де 2 рет. 1, 2. Бас бармақ. Сөзіменен қосамын. Бидің сәні келер ме? Қосамыз. Қара жорға болмаса, бидің сәні келер ме? Әрі қарай үйретемін. 4-ші нүктеден 2 саусақ. 1, 2. Алдыңғы 1-ші жолменен қатты ұқсас, бірақ 1 саусақтың орнына 5 саусақты басамыз. Айырмашылығы сол бір жерде ғана. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Бас бармақ. Қос етек көйлек кимесе. Әрі қарай қайталау. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Бас бармақ. Қыздың сәні келер ме? Қосайық басынан бастап, я? Қара жорға болмаса, бидің сәні келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келер ме? Домбырасын осы куплет, әннің жаңағы қатары деп айтады ғой, сол куплетінің сөзі тек өзгереді, ал домбырасы сол күйінше қайталау. Сөздері ғана өзгереді. Алқан екей жолдастар, біреуің шын тойбастар. Той дегенде дейдеген, домалайды қубастар. Қара жорға. 1, 2, 3, 4. Осы қара жорға дегенде, сосын 1, 2, 3. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ол жерде сөздерді қоса
саламыз. Қара жорға, жорға, жорға. Екінші куплеттің сөзі ғана өзгереді, ал домбырасы со кейінше қайталану болады. Бір ой қосып берейін. Мінеки, қара жорға әніміз осыменен аяқталды. Әрине бұл әннің өте жеңілдетілген түрі. Домбыраны енді үйреніп бастап жүрген кісілерге арналған, және де кішкентай балаларға арналған. Сабақ өте түсінікті болды деп ойлаймын. Ал келесі сабақта кездескенше аман сау болайық.